read the newspapers because they all have ugly prints. Check me out. Check me out. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін тағы автопапаға келіп қалдық. Сіздер өткен жолғы видеоны көріп, бөлісіп, лайк басқандарыңызға үлкен рахмет. Сұрап жатсыздар, сұрап жатқан машиналарыңызды қазір көрсететін боламыз. Бұл жолы енді вин-кодтарын көрсетіп, машинаның қай жағынан соққы қалғанын жақсылап көрсететін боламыз. Бірге болыңыздар, кеттік. Ең бірінші машинамыз мынау Camry. Көрсете кетейін. 15500 дейді 2021 жылғы. AC комплектацияда. Так, пробегі 59 075. Торг будет. Торг бар. Так, вин-кодын көрсете кетейін. Так, по вин-коду тоже 21 жыл. 3-ші ай міне. Сатушының айтуы бойынша екі есігі дейді. Екеуін оригинал салдым дейді. Оны да көре жатармыз. Қазір вин-кодын тоже қойып беретін болам. Фотосын, повреждениесін. Так, келесі тоже XSE бұл жерде. 28 майл. 21 год. У нее цена какая? Цена? Казах или кыргыз? Казах. Казах 16,5. А если кыргыз? Если кыргыз 17. Говорят, кыргыз деньги много. Так. 28 майл. Салон просто цветі сәл ұнамай тұр. Комплектация полная емес. А так XSE. Что еще самое дешевое? Все дешевые. Так, бұны да вин-коды көрсетіп кетейін. По вин-коду мына 6-ші ай 21 жыл. Бұны да повреждениесін көрсетіп кететін боламын. Қазір тағы да бір-екі Camry көрсетім. Так, мынау 21 жылғы 2.5. Так, пробег 63 000 майл. AC комплектацияда. Вин-коды. Машина жағып тұр. Брат, у нее цена какая? Цена? Нет. Да. Это за 16 тысяч. 16 000. Белый цвет, черный салон. Мына вариантында көрсетіп кетейін сіздерге 2018 жылғы AC комплектацияда. Сап тұрған бағасы 13.500 дейді. Саудаласып көрдік, саудалассақ соңғы бағасы 13 деп тұр қазір. Так, бұның пробегі так, 82 000. Машина, в принципе, жақсы жағдайда. Пуш-старт жоқ. Так, по вин-коду 2018-дің 12-ші айы, почти декабрь. Почти 2019.
Так, повреждение жағынан көрсететін болсақ, повреждение мына екі крыласы ауысқан, оригинал қойылған. Разбордан сразу осы цветтен қойылған дейді. Арғы жағы, бер жағы. Бамперін өзінкін ремонттап, жасап қайта салып қойған орнына. Қалған жердің бәрі полностью родной краскада тұр. Мелкий сыртында царапиналар бар әрине. Мындай. Былай состояние в целом жақсы. Осы варианттарды ұсынуға болады негізінде. Для себя болса. Және мына варианттан бар. Мұнда 2015 жылғы. Пин кодын түсіруге дейін. Тоже повреждениесімен фотосын қойып кетем. Бірақ бұл уже қазір кетті вопростарын шешіп отыр. Документация ақы жағынан. Егер алса, жаңа қазақ жігіттер алып кетеді. Аза М, X5M, F85. Так, бағасы сұрап тұрған $29,500, 2015 жылғы 59 000 майл жүрген. Так, по ВИН-коду көрсете кетейін. Так, 2015 11 ай. Ішіне кішігірім обзор жасап кетейік. Так. Енді бұл 4 объеммен жүреді, поэтому растаможкасы қымбат шығады. Бұның енді ВИН-код арқылы повреждениесін қазір қойып кететін болам. Тоже. А в принципе машинаның жақсылап тазалап жасап қойған. Таныс шығар сіздерге. Өте жақсы акустика тұр. Новый Pathfinder Nissan. Rock Creek дейді. Полный оффроуд стилінде жасалған. Комплектациясы. Так, бұның бағасы $35,000, 25 000 майл жүрген 2023 жылға. Так, ВИН-кодын түсіре кетейін. Бұл жерде бар болған повреждениесі боковой екі есік екен. В принципе, қалғаны жақсы. Американский Muscle Cars деген болсаңыздар, Dodge Challenger 3.6 объеммен 2018 жылғы $16,000, 32 000 пробег жүрген. Так, ВИН-коды көрсете кетейін. Полный қара салонда, матамен тканевый. Байқап тұрсаңыздар, крыланың цветі сәл басқаша болып тұр. Бұнда түсіре кетейін, кімге қызық болса. Sus NX өте әдемі түсте. Көздің жауын алатын цвет. Мінекей. Темно-зеленый NX 350.
22 жылғы полный F-Sport комплектациясында. Так, бұның сап тұрған бағасын қазір көре кетейік. Так, сап тұрған бағасы $51,000 дейді. 22 жыл. Так, VIN коды. Цвет өте әдемі. Эшка E300 2.0 мотормен $17,500 сап тұр 2018 жылға. Өзі көк түсті, іші салоны ақ. VIN кодын да көрсете кетейін қазір. VIN коды. BMW семерка 2016 жылғы 4x4 объеммен 750 лонг, полностью упакованный, адаптивный LED, панорама, все барлығы бар. Так, бұның сап тұрған бағасы окончательно $23,000 дейді. 2016 жылғы. Пробег какой не? С пробегін көріп өтеміз. Осылай жалпы. 105 000 километр пробег. Доводчика все есть. Ломающие сиденья, как положено, барлығы бар. Вот так вот. Так, VIN кодын да түсіргетейін. Оталған кезде жабырылар ашады. Өтеден айтмаған. Так, 15 жыл, 12 ай, декабрь екен. Бұны да повреждениесіға салып қоятын боламын. Генератор 2015 жылға $14,500 сап тұр. Торг будет дейді. Так, лимитед комплектация 3.5 136 000 километр. Полностью қоңыр салонды. Шторка, телевизор, акустика, JBL, панорама барлығы бар. 136 000 пробегпен. Полный фул комплектация, да? Айырбағы атылмаған. Қазір көрсететін болам. Так, по стикеру тоже 15 жыл. 15 жыл. Так, 4-ші ай мінекей. Так, VIN коды. Полный электрический. Яқшылап ойнап қойған. Әдемі жағдайда тұр. Және де мына жанында 2015 жылғы XLE. Так, 219 000 майл дейді, бұл уже километраж көп екен. Ол XLE комплектацияда. Так, VIN код бойынша, стикер бойынша, так, 14 жыл 9 ай екен. Мына VIN коды. У нее цена? $12,000 дейді. $12,000. Бірақ кеше іздеп осында $9,200 дәл осындай алып кеткен болатынбыз.
$9200. Ол жерде де бірақ пробегі 160 мың майл етін. Так что іздеп қарап табуға болады, варианттар көп. Бұл да XLE. Бұның бағасы так 15 жылға. У него цена $12500. Ақ цветті, іші полный. Кожада мұнда қачақтар бар екен. Так, пробегі 190 мың майл. Пробегтер сәл көп енді. Пробег көп. Так, по ВИН-коду тоже 15 жыл. 6 ай. Так. Келесі қара түстерін көрсетіп кетейін. Бұл да 2015 XLI 130 мың майл екен мұнда. 130 мың майл. Так, ВИН-код 2015 2 ай. Так, 130 мың майл. Полный телевизор большой. Шторки. Парктроники. Келесі вариант. Бұл 2018 75 майл жүрген. 3-5. По стикеру 2018 3 ай. ВИН-коды. Барлығын салондар ашық түсті екен. 75 майл жүрген. Салоны, в принципе, более-менее жақсы екен. Үлкен экранмен. Доводчик есіктері барлығы жасап тұр. Амортизатор ауысу керек. Амортизатор маяқ күтіп тұр. Бұлардың бағаларын сұрай кетейік. Так, 18 цена какая? 16500, а вот этот? 12500. Бұл да $12500. Мына жерде екі Subaru Outback бар. 2014 жылы 2.5 $7000 деп тұр. ВИН-кодын да ұстап кетем. Көк түсті, бұның пробегі көп екен. 206 мың майл жүрген. Шамамен. Бірақ одар ешқандай жерден одар болмаған. Аукционның фотосында қазір қыстырып кетем. ВИН-кодын. Километр есептегенде пробегі 330 километр жүріп қойған. Сол себепті бағасы арзан. Келесі тоже $7000 дейді, 2014 жылғы 2.5 полный привод, ақ салонмен. Мұнда да. Окей. ВИН-код қойды ма? Қыстырып кетейін. Көрінбеді. Осылайша. Hyundai Sonata 2018 жылға 80 майл жүрген. 2.4 объеммен $9500. Комбинированный салон, қара түсті, мультимедиа сөз барлығы бар, люк бар. Так, ВИН-кодын түсіріп кетейін, бесключевой доступ.
Удержание полосы. Барлығы бар. Так, по вин-коду стикер 18. Так, 18 май айы. Мұнда повреждениесін қойып келдім болам. Лепестки. Так, пуш-старт, как положено. Комплектация, в принципе, нормальная. Повреждениесін көреміз енді. Мынаусы бар, бұл 2.0 турбо. 2.0 турбо, 53 майл, $12,500 сап тұр. $12,500. Панорамная крыша, тоже бесключевой доступ. Жабық екен. Полный кожа, рожа. Комплектация самая полная. Так, бұның да повреждениесін көттірейік. Вин-кодын. Мына вин-код. Carfax бойынша алған соққысы осылай. Арт жағынан келген. Басқа жақтары сау. Так, келесі Санта-Фелер көрсетуге дейін. Мына түсті Санта-Фелер бар. Мына жерде барлығын түрдіп, майлап, дайындап жатыр. Так, бұның 2021 жылға. Так, полный привод, 28 майл, 2.5 турбо. Так, вин-коды. Цена какая? 28 500. 28 500 дейді. $28,500. Так, салонын көрсетуге дейін. Салонда тоже кофейня және қара түсті комбинированный, шторкамен, как положено, панорама барлығы бар. Пуш-старт. Самая полная комплектация бар. Так, акустика. Harman Kardon. Акустика Harman Kardon. Так. Хозяинның айтуы бойынша полный родной краскіде. Мына жерде метика бар екен. Так, по вин-коду. По вин-коду 21 апрель. Майл. Так. Повреждениесі болса қойып кетем қазір. Так, келесі 22 жылғы Санта-Фе бар. 2.5 турбо, 37 майл. Полный привод. Так, бұның вин-коды. Окей. Тоже панорама. Черный салон полностью. 2.5 турбо. Так, цена вот это. Цена какая? 27. Жиырма было жить. Ну, мелочьтер бар. Бұл жерде енді жаңағыда айтсаң ренжит кішкене, бірақ мастерлер нашар жұмыс істейді. Бағасы $12,500. 2019 жылғы 1.6 лимитед комплектация полный. Қазір жақынырақ көрсетіп кетем. Тоже кофейный цвет. Және Bose акустика полный. Так, по стикеру 19 жылға. Вин-коды. Жалпы Carfax бойынша міне суға батқан машина екен. Память сиденья. Кімге қызыл түсін айт? $223, $108,000 қазір уже сатылды. 2021 жылға. Бұл уже сатылып қойған машина, бұл жай көрсетіп тұрайын сіздерге.
Kia Optima 2017 жылғы $7700. Полностью родной краска дейді. Вин кодын көрсетейін. Бұның по повреждениям утопленник, то есть суға батқан 2.4 мотормен. Шиплонный кожа. Панорама бар. Бесключевой доступ. Так, бұның пробег жазылмаған екен. Вин кодын көріп айта саламын. Осындай. Мустанг 71 жылғы. Сіздерге көрсетейін, артынан пожар болған екен. Краскалар түсіп қалыпты. Қазір мына жерде оформление тұр уже. Бұлар уже ретро мобиль өйістеледі ғой. К5 2020 жылғы 33 000 майл $16,000 дейді. Онда кішкене колхозный накладкалар қойып тастаған. Так, по вин-коду по стикеру 20 жыл, июль айы. Да, бұл жерде нулевик полностью. Турбо. Машина кішкене дайындап қойған. Спортивный оптатикте қойып қойған. Жалпы осындай. Hyundai Tucson бар. Мына жерде қара түсті. 2019 жылғы. 2.4 мотормен 41 мың пробег жүрген. По стикеру тоже 2014 жылғы. Вин кода. Полная комплектация. Infinity колонка. Панорамная крыша. Кофейный цвет. Салон. Мультируль барлығы бар. Бағасы $14,000 деп тұр. Арғай саудасы болады. Со слов багажник кішкесқан ауысқан. Айырбақтар шықпаған. Оны да қазір қойып кететін болам. Мына жерде ударын. Комплектация самая полная. Жирная комплектация. Жерден жүре бір акцент тауып алдым. 2016 жылғы $5,800 еді, бірде 6 объеммен. Без удары жазып қойыпты. Енді акцентті келгелі бірінші рет көптім, сол себепті түсіре кетейін дедім. Қара түсті, іші ақ салон, американец, как положено. Мінекей. Ақ болғанда ақ емес, білесіздер. Бұлар более молочный цветпен келеді. И комплектация, пустой комплектация базовый. $5,800 дейді. Бұның, так, вин-кодын түсіре кетейін жанына. Carfax'ın қарақластыры удары болса, қойып кетем. Бірақ без удары да жазып қойыпты. $5,600. $5,800. $5,800. Так, Санта-Фе. Так, 2020 жылға 33 000 майл 2.0 объеммен. Так, по стикеру 20 жыл тоже. Так, 17500 Infinity колонка. Кожаное сиденье, электрические, полный почти. Панорамная крыша.
Шторки. Задний подогрев. Өте жақсы жағдайда. Привод барлығы бар. Көрсетеміз. Так. Так, это передний привод, да? Или полный? Целые цели сердными поделим, подельники знают тропинку. С патины крутим по синку. Первые лямы разминка. Передний? Да, передний привод. Так, вот это тоже ваше, да? У него пробег? Так, 16500. 92 пробеги, 2.0. Тоже полная комплектация, панорама, кожа, ақ цветте. Бұнда вин-кодын көрсете кетейін. Жаңа Санта-Фе сұраған кісілерге. Бұнда фотосын қазір қойып кетем. Жалпы осылай, құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылымыз соңына да келіп жетті. Сіздер лайк басып, подписка жасап қойды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Комментарийға келесі выпускқа, келесі шығарылымға қандай мәселелерді көрсетейік, соларды айтып жазып кетіңіздер, солай отырыңыздар. Келесі выпустарда арнайы осы аукционға қатысқандарымызды, қалай қатысқанымызды және не машина ұтқанымды көрсетіп кетемін. Мен өзіме бір машинеге қатысып отырып қойдым. Бұйыртса оны да көрсетіп, қаншаға ұтқанымызды, осы Грузияға қаншаға келетін және қанша уақытта келетінді көрсетіп беретін боламын. Бірге болыңыздар, арнама тіркеліп қойыңыздар, сау саламатта болыңыздар.